жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ертең президент инаугурация өтетін Тәуелсіздік сарайы. Қауіпсіздік шаралар қабылдана бастады. Ғимараттың айналасына қоршауға қойылып жатыр. Тоқаевты ұлықтау рәсімі 10:50-де республикалық телеарнада тікелей эфирге көрсетіледі. Ақорданың әлеуметтік желідегі ресми парақшаларында да трансляция жасалады. Ұлықтау рәсіміне басқа мемлекет басшылары келмейді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз. 7-20-25 бағдарламасы жалғасады. Вице-министр, индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Еркебұлан Дауылбаевтың айтуынша, мемлекет басшысы бұл бағдарламаны жалғастыруды тапсырған. Ол 7-20-25 туралы толық ақпаратты ұлттық банктен білуге болатынын айтты. Бұған дейін 7-20-25 бағдарламасы 1 триллион теңге мөлшердегі ақшалай лимит толығымен игерілгеннен кейін жабылатынын хабарлаған еді. Әлі игерілмеген 250 миллиард теңге астам ақша бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.